Мектеп жай ғана академиялық білім алатын орын емес. Ол өмір заңдылықтарымен, қоғамдағы мінез-құлқымен таныстыратын, тұлға болып қалыптасу жолындағы негізгі қадамдарды жасайтын алғашқы өмір мектебі. Мұнда жиі қақтығыстар мен келіспеушіліктер туындайды. Бұл жағдайда оқиғаларды дамытудың тек екі нұсқасы бар. Біріншісі жанжал. Қоғамның немесе ең жақын адамдардың ықпалымен кейде біз қате, екпінді шешімдер қабылдаймыз. Олар өз орайында ұрыс керістің пайда болуына және отбасының көңілін қалдыру сияқты теріс салдарға әкеледі. Жанжалды бастаған адам және оны сол іске мәжбүрлеген достары жауапкершілікті алады. Алайда жазаға тек төбелесті бастаған адам тартылады. Екінші нұсқа. Шынайы достар өз досын қасақана жаман іске итермелемейді. Олар бейжай қарап тұрмай, бейтараптылықты сақтай отырып, жанжалды әділетті түрде шешуге бар күшін салады. Біздің ортамыз кейде бізбен болып жатқан белгілі бір оқиғалардың себебі болып табылады. Осындай достарыңыз болғанын қалайсыз ба? Ал мынандай, сіз қандай доссыз? Екі тарап арасындағы жанжалдарды үшінші бейтарап тұлғаның келіссөздермен шешуі медиация деп аталады. Медиация гүлденген, бейбіт және достық қоғамды қалыптастырудың негізі ретінде қызмет етеді. Дәл осылай, біздің мектеп медиациясы қызметі балалар мен жасөспірімдердің толыққанды дамуы үшін адамгершілікті және қауіпсіз кеңестік ортада қалыптасу мақсатын жүзеге асырады.